Сәлем баршаңызға. Бұл видео аз уақыттың ішінде көп салмақ тастағысы келетін кісілерге арналады. Маңызды ақпаратты өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Қарақұмық диетасы монодиетаға жатады. Оны арықтау үшін 7 күннен 14 күнге дейін ұстау керек. Қарақұмықта калория аз болғанымен ол өте тойымды. Бұл диетаны дұрыс ұстансаңыз 10 кг салмақ тастауыңызға болады. Бұл ретте қарақұмық дәнінің ең пайдалы азық түріне жататынын, оны барлық диетологтардың бағалайтынын атап өту керек. Қарақұмық дәні несімен пайдалы? Қарақұмық дәнінде В витаминдері, магний, калий, темір, йод және басқа да минералдар өте көп. Басқа дәндермен салыстырғанда, мысалға бидай, ұнтақ жармасымен салыстырғанда, онда көмірсулар аз да, жасұнық пен нәруыз аминқышқылдары мол. Суда бұқтырылған дайын қарақұмық ботқасында 90 кал бар. Қарақұмық қан аздығы, гипертония, бауыр ауруларымен ауыратын адамдардың ас мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Жасұнақ асқазанды жақсы тазартып, токсиндерді сіңіреді. Қарақұмықты үнемі пайдалану шаш күтіміне, тырнақ пен теріге пайдалы. Қарақұмықпен қалай дұрыс арықтау керек? Қарақұмық диетасымен салмақ тастау үшін айран ішу керек. Оның құрамында кальций, А және В витаминдері және ақуыз өте көп. Одан басқа айран асқазанды жеңіл тазартады, асқазанның қалыпты микрофлорасын сақтайды. Сондықтан айран мен қарақұмық қосындысы асқазан мен ішек жұмысын қолдап, терінің күтімін жақсартып, ағзаның жалпы жағдайын оңтайлатады. Қарақұмық диетасының ерекшеліктері. Диетаның пайдалылығын арттыру үшін қарақұмықты дұрыс пайдалану керек. Қарақұмыққа алма мен айраннан басқа ештеңе қоспаңыз. Барлық дәмдеуіштер мен тұздықтардан бас тартыңыз. Егер қандай да бір әлсіздік сезінсеңіз, диетаны қойыңыз. Қарақұмық диетасын ұстаған кезде күніне 1 литр айран ғана ішуіңізге болады. Ұйқыға жатардан 3-4 сағат бұрын қарақұмықты жеуге болмайды. Күніне 1,5 литр сұйықтық ішу керек. 3 литр көк шай, су, газсыз минералды сусындар ішсеңіз тіпті жақсы болады. Тек осы нұсқаулықтарды орындаған жағдайда ғана арықтауға болады. Қарақұмықты азу үшін қалай дайындау керек? Қарақұмықты кешкісін дайындап, таңертең жеу керек. Ботқаға жасыл алмадан басқа ештеңе қосуға болмайды. Дәнді бұқтыруға немесе қайнатуға ғана нұсқаулық етіледі. Бірінші түрі. Кешкісін дәнді жуып, қайнатылған суды үстінен құйып, бетін қақпақпен жауып қою керек. Таңғы асқа ботқаны тұзсыз, қантсыз қолданып, ал түскі асқа ғана кішігірім соуспен жеуге болады. Екінші түрі. Кешкісін қарақұмықты жуып, үстінен бірдей қатынасымен суық су құйып, жоғарғы температурада қайнату керек. Яғни қайнатқан кезде үстін қақпақпен жаппаңыз. Барлық су сіңгеннен кейін үстін жауып, 6 минут баяу отта ұстаңыз. Ботқаны газ плитасынан алып, үстін орап қойыңыз және таңғы асқа жеңіз. Ал үшінші түрі. Жуылған дәннің үстінен қайнатылған су құйыңыз да қайта төгіңіз. Кейін қайта ыстық су құйып, орап қойыңыз. 1 стакан дәнге 1,5 стакан су қажет. Қарақұмық диетасы кезінде қолдануға болатын азық түрлері. Егер монодиетаны ұстау ауыр тиетін болса, онда ас мәзіріңізге мына өнімдерді қосуыңызға рұқсат етіледі. Кептірілген жемістер, дайын ботқаға қара өрік, мейіз және кептірілген өрік қосыңыз. Олардың құрамында витаминдер өте көп. Сіздің денсаулығыңызды тонуста ұстап тұрады. Күніне 6 үлкен жидектен артық жеуге тыйым салынған. Пияз иммунитетіңізді жоғарылатады және қарақұмыққа қосымша тұздық болады. Бал. Қарақұмыққа 1 қасық бал қосыңыз. Табиғи йогурт. Қарақұмықты дайындарда ыстық судың орнына қансыз йогурт қолдануға болады. Ол үшін кешкісін жуылған дәннің үстінен 3 саусақ өлшемімен йогурт құйып, түнге қалдыру керек. Өсімдік майы. Ботқаны аз мөлшерде өсімдік майымен дәмдеуге болады. Қарақұмық диетасын қандай жағдайда ұстауға болмайды? Кез келген монодиета сияқты бұл диета әр адамға жақпайды.
Қарақұмық диетасын ұстанардың алдында маманның кеңесіне жүгіну керек. Диета өте пайдалы болғанымен, оның да жанама әсерлері бар. Бас айналуы, апатия, күштен айырылу, әсіресе жүктілік пен лактация, гипотония, қан аздығы кезінде бұл диетада отыруға болмайды. Кейбір адамдарға монодиетаға отырар алдында әбден ойланып, салмақ тастаудың басқа да жолдарын іздестіріп көру керек. Бұндай адамдардың қатарына мыналар жатады. Иммундық жүйесі әлсіз жандар. Монодиетадан гөрі бұндай жағдайда спорт пен дұрыс тамақтану пайдалырақ. Созылмалы ауру бар адамдар. Диета ауруды қоздыруы мүмкін. Дәрігерден кеңес алыңыз. 5 килограмм артық салмағы барларға бұндай диета көмектеспейді. Жеңілдетілген қарақұмық диетасы. Бір күн ішінде қарақұмық ботқасын ғана қолданып, оның пайдасын арттыру үшін айран ішуге болады. 1 килограмм дәнді дайындап, оны аз мөлшерде күніне 4 рет жеу керек. Ұйқыға жатар алдында 1 стакан йогурт немесе су ішу қажет. Бұл тәсіл арқылы 3-4 апта ішінде 5-7 килограмм артық салмақтан құтылуға болады. Дәнді дұрыс дайындау керек. Кешке қайнатып, таңертең жейсіз. Монодиетада 2 аптадан артық уақыт отыруға болмайды. Нәтижесінде 10 килограмм салмақтан айырыласыз. Гастрит және жүктілік кезінде бұндай диетада отыруға тыйым салынады. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді, достар. Осы диетаны қолданып көріңіздер, пайдасы тиеді деген үміттемін. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар. Өздеріңіз қалаған дене бітіміне оңай әрі тез жетулеріңізге тілектеспін.